Сәлем достар, бүгін сіздерге сосиски в тесте қамырын дайындауды көрсетемін. Өте дәмді, өте жұмсақ қамыр шығады. Үйде жасап көріңіздер. Ас болсын. Бізге қажет болады бір ас қасық қант және шай қасық тұз қажет болады. 250 мл жылы сүт қажет болады. Су қоссаңыздар да болады орнына. Және құрамдармен бірге араластырып. Және ашытқы саламыз. Ашытқыдан бір шай қасық саламыз. Құрғақ ашытқымызды ертеміз. Жақсылап араластырып. Және жұмыртқаның ағын саламыз. Сарысын басқа ыдысқа салып қалдырамыз. Екіге бөліп, сосын сұйық майымыздан 40 мл сұйық май қосып араластырамыз. Және ұнымызды 400 немесе 450 граммдай ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырып аламыз оларды. Соңғы ұнға дейін жұмсақ қылып үйлеп, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Жауып қоямыз. Сосискімізді ашып дайындаймыз. Сосиски кез келген сосиски қосуға болады. Дәмді болса болды. Менікі молочный сосиска болды. Мен сосискиді осы екіге бөліп жасайтын болдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша кеспей жасасаңыздар да болады. Қамырымыз дайын болды. Қазір қамырды түсіріп, кішкене ұн себеміз. Қамырымызды түсіріп, жаямыз қамырымызды. Осылай етіп екіге бөлеміз. Қалғанын қойып, бетін жауып қоямыз. Қалған қамырымызды кесіп шығамыз, жіңішке етіп. Осылай. Және сосискамызды осылай ораймыз. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша орасаңыз да болады. Мен осылай орап көрейін дедім. Ыдысымызға салып салдық. 10 минутқа қалдырамыз. Жұмыртқаға жарты шай қасық су қосамыз. Жақсылап араластырып дайындаймыз. Қамырым шамалы көтерілді. Енді жұмыртқамызды жағып шығамыз. Мен арнайы күнжітті араластырдым. Қара және ағынан
араластырып бетіне себіп шығамыз. 200 градуста 25 минутқа пісіріп аламыз. Уже сосиски в тестеміз дайын. Ас болсын. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, лайк бас, комментарий қалдырыңыздар. Рахмет.